Сәлем, достар! Сәлем! Достар, бүгін біз судың астындағы тіршілік иелерімен танысамыз. Зарина, сен дайынсың ба? Я, мен дайынмын. Достар, ендеше біз бастаймыз. Бұл акула. Акула өте үлкен, өте мықты. Акула. Бұл кит. Кит су асты алып тіршілігі. Кит. Бұл теңіз жұлдызы. Олар өте әдемі. Олардың түстері әртүрлі. Теңіз жұлдызы. Бұл шортан. Шортан жыртқыш балық. Оның түстері өте өткір. Шортан. Бұл пирани. Ол өте танымал, өте қорқынышты балық. Пирани. Бұл дельфин. Дельфин өте ақылды. Адамдармен тез тіл табысады. Дельфин. Бұл теңіз аты. Ол су асты тіршілік иесі. Теңіз аты. Бұл теңіз шаяны. Ол суда және жағалауда өмір сүреді. Теңіз шаяны. Бұл медуза. Көбінесе теңіз астында өмір сүреді. Медуза. Бұл ракушка. Олар теңіздер мен мұхиттарда өмір сүреді. Кейбір ракушкалар інжу шығарады. Лакуска. Бұл сегіз аяқ. Сегіз аяқтың ұзын сегіз аяғы бар. Сондықтан сегіз аяқ деп оны атайды. Сегіз аяқ. Бұл сазан. Сазан балықшылардың ең сүйікті балығы. Сазан. Достар, енді ойлан тап ойын ойнаймыз. Зарина, мына жерде қайсы дельфин? Аяю. Осы ғой дельфин. Жарайсың, Зарина. Дұрыс таптың. Достар, енді сендер тауып көріңдерші. Мына жерде қайсы акула? Дұрыс, балалар. Жарайсыңдар. Бұл дельфин. Бұл кит. Бұл теңіз жұлдызы. Бұл шортан. Бұл медуза. Бұл акула. Бұл сегіз аяқ. Бұл пирани. Бұл теңіз аты. Бұл теңіз шаяны. Бұл лакуска. Бұл сазан. Достар, бүгін біз су тіршілік иелерімен таныстық. Ең бастысы арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар!